халық Алланың бір аты. Мұса пайғамбарға бірде бір балаға зар болған ерлі зайыптылар келіп, Құдайдан бала сұратады. Тәңірі тағала, бала берем, бірақ сәбиге 1 айлық ғана ғұмыр жазам деді. Олар, жарайт Мұса, Аллаға айт, бізге ғұмыры аз болса да, бала қызығын берсін, қубас атанғаннан жақсы, ой әйтеуір деді. Ұзамай екеуі ұлды болды. Қартайғанда көрген қызы ой деп, айналадағы көрші қолаң, ағайын туыс, дос жаран, бәрі жиналып құтты болсын айтып, тілектерін білдірді. Олар ішкі мұңын сездірмей, қой сойып тойлады. Келген қонақтар, бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, балақай көп жасасын, азамат боп өссін, елдің мақтанышы болсын, ауру сырқау бәле жаладан Алла тағала өзі сақтасын деп тілек айтты. 1 айдан соң шетінейді деген бөбек жастан асып сүйкімді сәбиге айналды. Ата-анасы бұл хикметті түсінбей таң қалды. Олар бір күні Мұсадан осының сырын сұрағанда, ол да таң қалды. Я Алла, сен ек сөйлемейтін едің ғой, бұл қалай деді. Ұлық Алла, я, мен оның жанын 1 айдан соң алуға тиіс едім. Бірақ жиналған халық оған шын жүректен ұзақ ғұмыр тіледі. Менің бір атым халық емес пе? Өзімнің бір сипатым болып тұрған халықтың игі тілегін қалайша қабыл алмайым? Бұл менің ұлықтығыма жараспайды, көп дұғасы қабыл болды деді. Содан бастап көптің батасын, тілегін алу деген дәстүрге еніпті.